бұл историяны негізі тез айту мүмкін емес. Мен мына видеоны уже 3-ші рет па 4-ші рет жазып отырмын. Бірақ осы адамның үмітіне қатысты, сеніміне қатысты бір дүниені хадиспен түсіндіргім келеді сіздерге. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен болған, жалпы қазір Рамазан айы ғой, сондай бір рухани энергияларыңызды көтеріп қойын деген мақсатта түнгі сағат мінекей 12-ден кетті, жату керек. Бірақ мен сіздерге осыны айтқым келіп тұр, түсіргім келіп тұр. Жалпы осы сенімге қатысты қандай проблема болып жатса да өміріңізде сену керек, үміт ету керек. Бізді шайтаннан ажырататын осы сенім мен үміт қана негізінде. Үмітсіз шайтан деген бар ғой. Енді осыған қатысты бір оқиғаны айтқым келеді сіздерге. Осы жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға пайғамбарлық түскен кезде ол бастапқыда жасырады. Себебі ода сондай приказ бар, жасыру деген. Кейін біраз жылдардан кейін оған ашық айтуды бұйырады. Сол кезде ол Маруаның үстіне шығып, жаңа меккеліктерді жинап, Маруа деген тау, осы Сафа Маруаның біреуіне шықты, қателесу мүмкін. Сосын жаңағы ол кезде уже пайғамбар екенін ешкім білмейді, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі бала кезінен авторитетный болған. Бала кезінен оған сенетін барлығы. Себебі аманатқа қиянат жасамайды, сондай тәрбиелі, сондай ақ жүзді, барлығы оны жақсы көретін, барлығы сенетін жаңағы туыстарының өзі, мысалы жаңағы кейін қарсы шыққан. Сосын айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жинап алады да, және өзінің пайғамбар екенін айту керек қой, енді қаншама жыл жасырғаннан кейін. Айтады, ей халқым, мінекей мына тау, Сафаны примерно көрсетеді, мына таудың артында жау тұр десем, мен сендерге сөйтіп айтсам, сенесіңдер ме дейді. Олар айтады, енді қарап тұр, таудың артында жау жоқ. Айтады, Мұхаммед, біз дейді өз көзімізге емес, біз саған сенеміз. Біз мына жерде көріп тұрмыз, еш нәрсе жоқ екен, бірақ сен айттың, біз саған сенеміз дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, онда мен сендердің пайғамбарларыңмын. Аллах жалғыз, мыналардың бәрін жойыңдар деп жаңағы бұттарды айтады. Сол кезде оны не дейді? Оны қуды дейді, өтірік айтты дейді. То есть отворачиваются от него, да? Енді бұны мен неге айтып тұрмын? Осы сенім нанымға қатысты. Біз де дәл солаймыз да, анау халық сияқтымыз, жаңағы бет бұрған пайғамбарымызға өтірікшісің деп айтқан сол халық сияқтымыз біз. Біз Алланың бар екенін білеміз. Алла жоқтан бар жасайтын екенін білеміз. Құранның хақ екенін білеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірін, сирасын оқып жатырмыз. Жалпы күн фаякун деген кезде кез келген жағдай өзгеретінін білеміз. Бірақ біз не істейміз? Үміт жоқ, сенім жоқ. Жаңағы неше түрлі дертке шалдыққан адамдар, қарызға белшесінен батып кеткен адамдар, сенім мен үміт қана жетіспей тұр сіздерге.